Сәлем достар, бүгін біз овсянка кашасынан әзірленетін ең жұмсақ әрі өте дәмді болатын печенье дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамыз бен жігерімізді жақсылап араластырып, кашамыздың үстіне саламыз. Одан кейін ұнымызға соданы салып, оны да жақсылап араластырып, кашаның үстіне саламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап тұрып, барлығын араластырамыз. Дайын болған массамызды тапаға салып, домалақ пішінде салып, пешімізге 180 градусқа 40-45 минутқа жақсылап пісіріп аламыз. Сіздерге дәл осы печенье ұнаған болса, каналымызға подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет барлықтарыңызға.